Бағнұр апай, Анелдің басы қасында болыңыз. Мен жиналысқа кеттім. Уайымдамай бара беріңіз. Жарайды, жақсы. Так сізге қалай жеңіл түрде жеткізсем болады? Айта беріңіз. Бұндай жағдай менің тәжірибемде мүлдем кездеспеген. Жолықпады десем де болады. Қалай сонда кездеспеген? Не болды? 1 жыл. Не 1 жыл? Нені айтып тұрсыз? 1 жыл сізге ғашық болғаным, сіздің артыңыздан жүгіргенім. Ой, сізде әзілдеріңіз бітпейді екен, оқушымның одан жағдайын айтыңыз. Анелге де 1 жыл қалды ғой? Қалай 1 жыл қалды? Не болды сонда? Келесі жылы бітірмей ма мектепті? Ой, қойыңызшы бір сізде. Әзіліңіз өмір бітпейді. Жүре ғой, Анель. Түкте уайымдамаңыз, климаттан ғой бұның бәрі. 1 аптадан кейін жазылып кетесіздер. Рахмет, жақсы, сау болыңыз. Белдеріңе жаным байланам, ұнаттым сені жай ғана. Бас кетті саған айнала, ей айнала, жаным айнала. Сенің қолдарыңды ұстап ал, арнадым саған күй табақ. Қолымда қызыл гитара, ей гитара, жаным гитара. О, күлгеніңде нұрлы бейнең жаным сүйгімді. Күнде түнде ұрлап алдың менің ұйқымды. Күлгеніңде нұрлы бейнең жаным сүйгімді. Күнде түнде ұрлап алдың менің ұйқымды. Сиқырлы сенің сиқырлы күй табақ. Сүйкімді сенің сиқырлы көр күй табақ. Сиқырлы сенің сиқырлы күй табақ. Сүйкімді сенің сиқырлы көр күй табақ. Көктен түскен періштем, не деген нәрсем, не деген көркем. Тек сенімен тек мен, жүрегімнің бір бөлігі 4-тен. Көктен түскен періштем, не деген нәрсем, не деген көркем. Жарайды балалар, уайымдамаңдар. Анельдің жағдайы жақсы. Анель, сыныпқа өзіңді таныстыра кет. Менің есім Анель, мен сабақты жақсы оқимын. Алдыңғы мектебімде активистка болғамын. Бірақ қатты ашылып, тез араласып кетем деп айта алмаймын. Республикалық ән байқауынан 1-ші орын иегерімін. Оппаны, бізде как раз ән конкурс емес па? Бағана ғана басқа тур отыр едік. Міне шешілді деп ойлаймын бұл мәселеде. По идее, республикалықтан 1-ші орын алған қыз 10-ды жыртып жібереді ғой. Дұрыс па, Анель? 10-ды? Олар кімдер? 10-ды ол анау 10 даусы жоқтар. Просто барасың, өлеңді айтасың, все, жеңдім де берсе, есіл отсаң, Аянның орнына старсы боласың. Нас армандамаңдарш, болсана оның топастарға болсын. Еще келе сала өлең айтып таштесет деп ойлайсыңдар ма? Аян, көтергәне басыңды. Сосын Мадина, сен Нұрғалидің жанына отыр. Анель, сен Аянның қасына отыр. Нан ала ғой. Сосын хабарландыру, оқушылар, жаңа мұғалімдер бөлмесінде ағайларыңды көрдім. Конкурстың шарттары өзгеріпті. Бір ғана қатысушы емес, 2 қатысушы болады екен. Сосын жай ғана ән айтпайсыңдар, қойылым қоясыңдар. Анельді қолдап отырсаңдар, Анельге жұп тауып берейік. Қалай ойлайсыңдар? Менің келе сала қатысқаным қалай болар екен? Вот именно. Келген соңда өзін шамалы көрсетсін да. Лаура, сенің айтатын бар еді ғой, по идее, помните алдында караокеда? Аян, көтер басыңды. Жаныңа келген қызды орнына жайғастыр. Сәлем. Тыныш оқушылар. Конкурс дей бермей, сабаққа да мән берейік. Алда мектептің абыройын қорғайтын тест келе жатыр. Соғанда дайындалыңдар. Мен қазір келем, мұғалімдер бөлмесіне барып келейін. Ачо, көңіл күйін жоқ? Көңіл күй бар, просто настроение жоқ. Так, есімім Анель дейсің ғой. Иә, сенікі Аян ба? Сосын бір түсінбегенім, неге ана класстық қасына 10-ты деп қосып айтасыңдар? Өткен олар 10 топастар. 10 деп қасына не сөз айтсаң, соның бас әрпін айтасың. Например, айтып көрші? Ой, жоқ, сендер өздерің шығар дұрыс араласпай жүрген. Жарайды, оларды қойшы. Өзің жайлы айтып отырсай, минимум қасында 1,5 жыл отырам ғой. Мені көбісі Анеля дейді. Отбасындағы жалғыз қызбын. Осыдан алдыңғы мектепте вокалға қатысқамын. Бірақ бұл мектепте өзгерем ба деп жүргем. Ән айтасың ба? Чё неге именно біздің класс? Білмеймін, өздері ғой солай шешкен. Егер де таңдауға болатын болғанда, ана класста көре салым керек еді. Ол жақта кім бар дегендей.
сүйемін 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 кеудемнің қашығынан. Анель, сен 1 минутқа бола ма? Анель, қайтесің, бармай ақ қой. Қазір келем ғой. Привет, Анель. Менің есімім Рахат. Мен мұна 10К, яғни 10 красавчиктердің старосты боламын. Привет, мен Анельмін. Сендердің мектептеріңе жаңадан келгем. Бұл менің классымның красавчиктері. По идее, сен негіз біздің классқа келуің керек еді. Мұна 10-ны неудачниктерге жіберген дұрыс болмапты. Біздің жігіттер қайда кетіп қалды десем, мына 10 уродиналарға тағы бір қосылып жатыр екен ма? Соларға прикол ұстау үшін келдіңдер ме, Рахат? Енді не үшін келеді дейсің? Қыздар, бұл Анель новенькая. Біздің классқа қосуға ұсыныс тастап отырмын. Қалай ойлайсыңдар? Жоқ, конечно, одан да осы 10 құбыжықтармен оқи берсін. Біреу шыңғырып жатқанға біздің класстың қыздары 10Б бүжайлардан қорқып жатқан шығар десем, Рахат, сен өзің екен ғой келіп шыңғырып жатқан. Анель, бұларға мән бермей қой, жүр одан да классқа бір сабағымызды қой. Аям! Жүріңдер кеттік. Класстар, новенькая қызы көріңдер ма? Нормально сияқты өзімізге тарттырып алса қалай қарайсыңдар? Да, по идее, 10 ұсыныстарға келмейді анағыз. Біздің класста оқығанда вот дерскі болатын еді. Дұрыс айтасың. Сырттан қарағанда Рахатпен жарасатын сияқты ма, а? Чё? Новыйдан біреу келе қалып, барлығын сөз қылып, прям қыз көрмегендей жабысып қалыпсыңдар ғой. Одан да ана 10Б бүжайлармен оқи берген дұрыс. Карина, чё там, как всегда, Рахаттың қызғанып атсың ба? Әлде внимание дайырып қалайын деп атсың ба? Құршы адам жынына терін барш, ауызшы сенде сұяққа. Жүріңдер қыздар. Жиги, ана Аянды көріңдер ма? Анельдің көзінше герой болып жүр ғой. По идее, жестко грубить етсен бағана келіп алып. Сол, еще барлығының көзінше өзін мықты қылып көрсеткісі келді ма? Очко жинап тұр ғой бала Анельдің алдында. Ничего. Анель сол чумоға қарайды деп ойлайсыңдар ма? По идее, Анельді қаратып алу керек өзіме. И сосын Аянның Анельге на самом деле кім екенін көрсетейік жігіттер. Короче, Жиги, менде бір план бар. Кеттік соны дамып тастайық. Все, кеттік, хорошо. Айты шыңдар. Карим, сумканы тастап бересің. Рахмет. Девочки, ана новенькаяны көрдіңдер ма? Прям өзінше ғой. Ұнамады маған вообще. Да, келе салып біздің балдарға жұрт тыңдап қасынан шықпай. Қыздар, оған вообще не жоқ. Бізге бұл жағдайды просто қалдыруға болмайды. Бірдеңе істеуіміз керек, а то басқа шығып кетеді аналар. Бірдеме істейміз. Сонда не істейміз? Так, менде план бар. Ол қызға именно біздің мектепке келгенін жақсылап тұрып қарсы алып алуымыз керек. Білсін біздің қандай қонақжа екенімізді. Карина, тұра тұр. Мына жерде камера бар. Да, идем.